Құрметті көрермен қауым, мынау алдарыңызда тұрған біздің Қазақстанда жасалған өнім мақсары шөбінің майы. Бұл мақсары шөбін осы біздің Қазақстанда Тараз қаласының маңында Иран мемлекетінен келген сондай арнайы дайындалған мамандар соңғы технологиямен осы мақсары майын өндіріп жатқандарына біраз жылдың жүзі болды. Бұл мақсары майы 100% таза өнім. 100% ешқандай жаңағы өңдеуіштер, дәмдеуіштер, басқа да дүниелер қосылмаған таза табиғи өнім. Адам ағзасына өте пайдалы, адамның денсаулығына өте пайдалы, емдік қасиеті де бар, сондай витаминдерге өте бай Қазақстан жерінде жасалған өнім. Бұл мақсар майын қазіргі таңда Қазақстанда жасалып жатқанда 10 шақты жыл болғанына қарамастан Қытай мемлекеті, Ресей мемлекеті пайдаланып жатыр, ал біздің қазақтар осы нәрсені пайдалана алмай отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, біздің елде көбінесе жаңағы мақта майы менен күнбағыс майын пайдаланамыз. Енді күнбағыс майының қаншалықты зиян нәрсе екенін, оның денсаулыққа қаншалықты зиян келтіретінін осы интернетте көпшілік ғалымдар айтып жүр. Күнбағыс майын жаңағыдай әдемілеп, оны өңдеп шығару үшін оған көптеген жаңағыдай химиялық заттар қосылады екен. Оның дәмін келтіру үшін және ұзақ сақталу үшін тағы да көптеген заттар қосылады екен. Сол себептен интернетті ашып қарасаңыздар, біздің елдің ғалымдары және де шет елдің ғалымдары көптеген зияндарын айтып дабыл қағып жүр. Мен өз басым осы жаңағы күнбағыс майы деген нәрсені мүлдем пайдаланбаймын. Өйткені біраз ғалымдармен тілдескенімізде осы күнбағыс майын үзбей 3 жылдай жеген адам простатит деген аурумен ауыра бастайды, буын ауруларымен ауыра бастайды, әйелдер женский аурулармен ауыра бастайды деген нәрсені естігеннен кейін мүлдем пайдаланбайтын болдым. Біз үйде жаңағы бауырсақ болсын, басқа тамақтар болсын, барлығысын тек қана тоң майға пісіреміз. Кейін осы мақсар майына және зәйтүн майына пісіреміз. Бұл мақсар майы зәйтүн майынан кейінгі ең бір жаңағы пайдалы, адамның денсаулығына зияны жоқ өнім болып есептеледі. Сол себептен біз осы өнімді пайдаланамыз. Осы өнімді пайдалансаңыздар, денсаулықтарыңызға сондай керемет жаңағыдай пайдасы бар. Енді біздің Қазақстанда жасалған өнім болғандықтан, өзіміздің елде жасалып жатқан дүниелерге де бір қолдау көрсетіп қою деген сияқты бір жақсы ниет болады иншалла. Бірақ бұны енді біз өзіміз сатпаймыз, бірақ сататын кісілер бар. Астана қаласы бойынша алам десеңіздер, біздерге хабарлассаңыздар болады. Міне, ағайын туғандар, астарыңыз дәмді болсын, дастархандарыңыз берекелі болсын. Осы біздің видеоларымыз ұнаса, бізге тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда тағы да осындай пайдалы заттарды сіздерге көрсетуге тырысамыз.